Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында сіз білмейтін грейпфруттың денсаулыққа пайдалы қасиеттері туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп тамаша белгісін басуды ұмытпаңыз. Біріншіден, грейпфрут салмақ жоғалтуға тиімді. Скрипс клиникасындағы тамақтану медицинасының зерттеу орталығының зерттеуінде Сан-Диегода 90 адам қатысты. Олар 3 топқа бөлінді. Бірінші топ әр тамақ алдында күніне 3 рет жарты грейпфрут жеді. Екінші топ грейпфрут шырынын әр тамақ алдында күніне 3 рет ішкен. Үшінші топ грейпфрут жемеген. Олардың тамақтануына басқа өзгерістер енгізілген жоқ. Нәтижелер көрсеткендей, алғашқы 2 топтағы қатысушылар 1,5 апта ішінде есеппен 12 келі салмақ тастады. Ал үшінші топтағы қатысушылар бұрынғы салмақтарын сақтап қалды. Ғалымдар сонымен қатар грейпфрут тобындағы адамдарда қандағы инсулин деңгейі төмен болғанын, бұл салмақ жоғалтудың жоғарылауымен байланысты екенін атап өтті. Салмақ жоғалтуға арналған грейпфруттың артықшылықтары сәтті дәлелденді. Екіншіден, инсулиннің төзімділігі. Грейпфрут құрамында нарингенин сияқты антиоксиданттар бар. Олар инсулинге сезімталдығын жақсартады және салауатты салмақ сақтауға көмектеседі. Ғалымдар нарингенин бауырды майды сақтауға емес, күйдіруге ынталандыратынын анықтады. Грейпфрут инсулин деңгейін метформин сияқты тиімді төмендетуге көмектесетіні анықталды. Үшіншіден, тәбетті басу. Инсулинге сезімталдық жоғарылаған кезде және организм қандағы қант мөлшерін бақылайтын болса, жасушалар тағамнан шыққан заттарды жақсы қабылдайды. Осылайша біз не жесек те отын ретінде тиімді күйдіріледі. Бұл сау тәбетті арттырады. Үшіншіден, жоғары холестерин. Грейпфрутта еритін пектин талшығының арқасында бұл жеміс холестеринді ішек арқылы шығарады. Иерусалимдегі Еврей университетінің зерттеуі 30 күн ішінде күн сайын бір қызыл грейпфрут ЛДЛ холестеринін 20,3 және триглицеридтерді 17,2%-ға төмендететінін көрсетті. Ал сары грейпфрут сол режимде ЛДЛді 10,7%-ға, триглицеридті 5,6%-ға төмендететіні дәлелденіп отыр. Бесінші, жүрек-қан тамыр аурулары. Өзінің антиоксиданттары мен калийінің арқасында грейпфрут қан тамырларының кеңеюін сақтайды. Қандағы қанттың мөлшерін өзгертеді. Салмақ жоғалтуды ынталандырады. ЛДЛ холестерин мен триглицеридтерді төмендетеді. Мұның бәрі жүрек қорғау үшін жұмыс істейді. Төртінші, іш қату. Грейпфруттың қышқылдығы өт түзілуін сақтауға көмектеседі. Ал талшықпен үйлескенде ас қорытуды жақсартады. Иммунитетті қолдау. Құрамында С дәрумені және басқа антиоксиданттар бар бұл жеміс иммундық жүйеге инфекциялармен және суық тиюмен күресуге көмектеседі. С дәрумені ауыз қуысы мен асқазан қатерлі ісігінен де сақтайтын кейбір белгілері бар. Грейпфрут сонымен бірге еркін радикалдармен күреседі. Қатерлі ісік, инсульт және инфаркт бәрі тексерілмеген бос радикалдармен байланысты болуы мүмкін. Ол қатерлі ісікке қарсы қасиеттерден басқа бүйрек пен бауырдағы тастардың пайда болу қаупін азайтады және гепатит С вирусының алдын алуға тиімді. Алдын ала зертханалық зерттеулер көрсеткендей, нарингариннің С гепатитінің таралуын 80%-ға тоқтата алады. Сондай-ақ грейпфруттың зияны және қарсы көрсеткіштері. Канадалық медициналық қауымдастық журналындағы мақалада грейпфрутпен әрекеттесе алатын 85-тен астам дәрі-дәрмектер атап өтілген. Олардың 43-і ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Сондықтан, егер сіз дәрі-дәрмектерді қабылдап жүрсеңіз, грейпфрутты диетаға қоспас бұрын дәрігермен кеңесу керек. Грейпфруттың адам ағзасына тигізетін пайдасы даусыз, дегенмен қалыпты болып, жақсы сезіну және көріну үшін теңдестірілген тамақтануды қалайды. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін және қазақша каналдың дамуына
үлес қосып каналыма тіркеліп оңайша белгісін басуды ұмытпаңыз.